Қайырлы күн, курсант мырзалар. Мен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы жалпы заң пәндері кафедрасының оқытушысы полиция майоры Ғаббасәлі Ботагөз Ғаббасәлі қызы. Сіздерге оқитын дәрісімнің тақырыбы кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғаудағы ішкі істер органдарының рөлі. Бұл дәрісте біз жоспар бойынша 2 сұрақ қарастырамыз. Бірінші сұрақ: Қазақстан Республикасындағы кәмелетке толмағандардың құқықтық жағдайы. Екінші сұрақ: кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғаудағы ішкі істер органдарының рөлі. Бірінші сұрақ бойынша: халықаралық шарттарда көрсетілгендей, әр мемлекет адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, мәртебесін Конституция, сондай-ақ басқа да нормативтік құқықтық актілер, заңдар арқылы қорғайды. Біздің Қазақстан Республикасының ата заңы Конституциямыздың 1 бабында Қазақстан өзін демократиялы, зайырлы, құқықты және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам мен адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп бекітілген. Бұл адам құқықтары мен бостандықтары ұлттық заңнамада алатын орны ерекше айқын екенін көрсетеді. Заңнамада нақтылауды қажет ететін жағдай ол кәмелетке толмағандың құқықтық мәртебесі болып табылады. Кәмелетке толмаған ұғымын құқықтың осы саласымен реттелетін қоғамдық қатынастардың ерекшеліктерін айқындайтын нақты мазмұны бар құқықтық әртүрлі салаларынан табуға болады. Кәмелетке толмағанның жалпы құқықтық тұжырымдамасына келетін болсақ, онда ол белгілі бір жастағы адамдардың жалпы демографиялық сипаттамасын қамтиды. Заңнамада, заң практикасында және заң әдебиетінде кәмелетке толмаған термині жиі кездеседі. Яғни бұл ең алдымен кәмелетке толмағандардың құқықтары, бостандықтары және міндеттері не баса назар аударылатындығын көрсетуге болады. Кәмелетке толмағандар ұғымы теориялық тұрғыдан көбірек назар аудартатынын тағы да айта кеткен жөн. Қазақстан Республикасының заңнамасында, яғни айтатын болсақ, бала құқықтары туралы заңның 1 бабында 18 жасқа толғанға дейін, егер осы бала қолданылатын заң бойынша ол кәмелеттік жасқа бұрынырақ толып қоймаса, бала болып саналады деп айтылған. Бала құқықтары туралы Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясында бұл мемлекет заңды деп танитын балаға қатысты тегіс қамти алатын міндеттер тізімі көрсетілген. Халықаралық шартты бекітіп, мемлекет онда қалыптасқан қағидаларды орындауға және берілген шартқа ұлттық заңнамалардың сәйкестігін қамтамасыз етуге міндеттеме ала алады. Конвенция бала құқығының кең үйлесімділігін қамтиды. Құқық бір жақтан азаматтық және саяси, екінші жағынан экономикалық, әлеуметтік және мәдениеттік жүйе ретінде қалыптаса алады. Біріккен ұлттар ұйымының бала құқықтары жөніндегі конвенциясы 1989 жылы 20 қарашада қабылданған болатын. Яғни кәмелетке толмаған, белгілі бір жасқа жетпеген, заң онымен бүкіл азаматтық құқықтық қабілеттілікті, яғни елдің конституциясында және басқа да заңдарында көзделген субъективті құқықтарды, бостандықтар мен заңды міндеттемелерді толық көлемде іске асыру мүмкіндігін байланыстыратын адамды айта аламыз. Бала бұл өзінің ішкі әлемі, қажеттіліктері, өмірлік бағдарламалары бар ғана адам емес, сонымен бірге кәмелетке толмағандардың еңбегін, құқықтық зерттеудің ерекшеліктерін түсіну үшін біз нақты түсінуіміз керек құқықтық мәртебе. Ең алдымен біздің мемлекетіміздің барлық азаматтары білуі керек, осындай заңды дереккөзге жүгіну керек. Қазақстан Республикасының Конституциясының 27 бабына сәйкес неке мен отбасы, ана, әке және бала мемлекеттің қорғауында делінген. Сонымен қатар айтатын болсақ, Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясымен 1985 жылы 10 желтоқсан айында қабылданған Пекин ережелеріне сәйкес жас ерекшеліктеріне қарай шектеулер әрбір жеке құқықтық жүйелерге мүше мемлекеттік экономикалық, әлеуметтік, саяси, мәдени және құқықтық жүйелерін толықтай ескере отырып анықталады. Сондықтан кәмелетке толмаған түсінігі 7 жастан 18 жасқа дейінгі немесе одан да жоғары жас аралығын қамтиды. Бапқа сәйкес, яғни Конституциямыздың
27 бабына сәйкес кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балаларды қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы заңы Қазақстан Республикасының 2004 жылы 9 шілдеде қабылданған болатын. Бұл заң кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балаларды қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу жөніндегі мемлекеттік органдар қызметінің құқықтық, экономикалық және әлеуметтік негіздерін айқындайды. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың қадағалаусыз және панасыз қалуының профилактикасы саласындағы мемлекеттік саясат, яғни оның қағидаттары 8-ге бөлінеді. Ең біріншісі ол заңдылық. Екіншісі кәмелетке толмағандарға ізгілікпен қарау. Үшіншісі отбасын қолдау. Төртіншісі кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтар. Қадағалаусыз және панасыз қалудың профилактикасы шараларын қолданудағы кешенділік. Бесіншісі арнаулы әлеуметтік мемлекеттік қызметтерге мұқтаж кәмелетке толмағандармен жеке жұмыс жүргізу. Алтыншысы құпиялылық. Балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу ата-ананың етене құқығы әрі міндеті. Біздің еліміздің конституциясында осы нормасынан келесі қорытынды жасауға болады. Бала өмірінің ерекше биологиялық, әлеуметтік, құқықтық және рухани жай-күйі ретіндегі балалық шақты мемлекет қорғайды. Екінші, ата-аналар кәмелетке толмаған балаларға қамқорлық жасауға тиіс, ал бұл олардың әлеуметтік құқықтарына қамқорлық жасауды да көздейді. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Конституциясы адам құқықтары мен бостандықтарына арналған халықаралық шарттарды еліміздің қолданыстағы құқығының бір бөлігі деп таниды. Осындай шарттардың бірі бала құқықтары туралы Біріккен ұлттар ұйымының 1989 жылғы қабылданған конвенциясы болып табылады. Жақында ғана әлем осы беделді халықаралық құжаттың 30 жылдығын атап өткен болатын. Бұл конвенцияға сәйкес әрбір адам 18 жасқа толғанға дейін бала болып табылады. Біріккен ұлттар ұйымының бала құқықтары жөніндегі конвенциясы заңгерлердің айтуынша ұлттық заңнамамен реттеледі. Бұған сәйкес, Қазақстан Республикасының аумағында 2002 жылы 6 тамызда бала құқықтары туралы заң қабылданған болатын. Бұл заңға сәйкес, осы заңның бірінші бабына сәйкес 18 жасқа кәмелетке толмаған адам бала деп танылады делінген. Қазақстан Республикасының заңнамасында пайдаланатын ұқсас ұғымдар кәмелетке толмаған адам немесе жас адам терминдері болып табылады. Кәмелетке толмағандар Қазақстан Республикасының заңнамаларында еңбек, азаматтық, отбасылық, қылмыстық процесті, қылмыстық атқару заңнамаларында тағда басқа нормативтік құқықтық актілерде кеңінен қолданылған. Кәмелетке толмағанның жасы әлемнің барлық елдері үшін әртүрлі болып табылады. Әдетте кәмелетке толмағандардың шекарасы 18 жыл. Оның ішіне біздің Қазақстан Республикасы да кіреді. Бірақ кейбір мемлекеттерде кәмелет жасқа толмағандар деп 15, 20, 21 жасқа толмаған адамдарды айта аламыз. Сондықтан кәмелетке толмағандардың жас тобы халықаралық құқықтық актілерде қарастырылған кезде әдетте кәмелетке толмағанның шекарасы 18 жасты көрсетеді. Содан кейін ескерту жасалады. Егер басқа жас ұлттық заңнамада белгіленбесе деген ескерту қойылады. Біріккен ұлттар ұйымының кәмелетке толмағандарға қатысты сот төрелігін жүзеге асыруға қатысты ең төменгі стандартты ережелері 1985 жылы 29 қарашада анықталған болатын. Яғни оны біз Пекин ережелері деп те айта аламыз. Айта кету керек, баланың жасына байланысты оған мемлекет заңмен берілген құқықтарды жүзеге асыру уақытының шартты сипатын көбінесе оның физиологиялық, биологиялық және психологиялық даму ерекшеліктеріне байланысты жүзеге асырады. Яғни көбінесе заңмен белгіленген дәстүрлі жас нормаларына сәйкес келмейтін өз кестесі бойынша дамиды. Баланың ерекше тақырып ретінде басты белгісі бұл жас шектері. Оның аясында осы мәртебеде бола алады. Шын мәнінде балалардан басқа азаматтардың бірден бір санатын заң шығарушы тек жас мөлшерімен ерекшеленбейді.
2006 жылы 13 қаңтарда Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен Біріккен ұлттар ұйымының 1994 жылы Қазақстан ратификациялаған бала құқықтары туралы конвенциясына сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі комитет құрды. Аталған комитеттің негізгі міндеті балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру болып табылады. Мәселен айтатын болсақ, әкімшілік-құқықтық қатынастарға қатысушылардың бұл тобы әкімшілік жауапкершілік туындайтын ең төменгі жасты, сондай-ақ кәмелетке толмағандардың әкімшілік жауапкершілікке тарту мәртебесін белгілейтін жалпы ережелерді реттеу үшін бөлінеді. Енді келесі екінші сұрақты қарастыратын болсақ, екінші сұрақ бізде кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғаудағы ішкі істер органдарының рөлі деп айтылады. Кәмелетке толмағандардың арасындағы құқық бұзушылықтардың қадағалаусыз және панасыз қалудың алдын алу жүйесіне ішкі істер, білім беру, денсаулық сақтау органдары, халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды үйлестіретін мемлекеттік орган, жергілікті өкілді және атқарушы органдар, кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссиялар және өз құзыреті шегінде өзге де мемлекеттік органдар кіреді. Ішкі істер, білім беру, денсаулық сақтау органдарында және жергілікті атқарушы органдарда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен кәмелетке толмағандардың арасындағы құқық бұзушылықтардың қадағалаусыз және панасыз қалудың профилактикасы жөніндегі жекелеген функцияларды жүзеге асыратын мекемелер құрылуы мүмкін. Өзге ұйымдар кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтар қадағалаусыз және панасыз қалу жағдайының профилактикасына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қатыса алады. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың қадағалаусыз және панасыз қалудың профилактикасы саласындағы мемлекеттік органдардың негізгі міндеттері айтып өтетін болсақ, біріншісі, кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтарды қадағалаусыз, панасыз қалудың және қоғамға жат іс-әрекеттердің алдын алып, олардың жасалуына ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтап және жою. Екіншісі, кәмелетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету. Үшіншісі, арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж кәмелетке толмағандарды әлеуметтік оңалту. Төртіншісі, кәмелетке толмағандардың заңға мойынсұнушылық мінез-құлқын қалыптастыру. Бесіншісі, кәмелетке толмағандарды құқық бұзушылықтар немесе қоғамға жат іс-әрекеттер жасауға тарту фактілерін анықтап, алдын кесу. Алтыншысы, кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтардың қадағалаусыз және панасыз қалудың алдын алу жөніндегі заңды тұлғалардың қызметін үйлестіру болып табылады. Осы заңның 10-шы бабында ішкі істер органдары өз құзыреті шегінде, осы заңның 19-шы бабының 1-ші тармағы 12-ші тармақшаларында аталған кәмелетке толмағандарды, сондай-ақ кәмелетке толмағандарды тәрбиелеу, оқыту, бағып күту жөніндегі өз міндеттерін орындамайтын және олардың мінез-құлқына теріс әсер ететін, олардың ата-аналарын немесе заңды өкілдерін анықтайды, есебін жүргізеді және оларға қатысты жеке профилактикалық шаралар жүргізеді. Екіншісі, кәмелетке толмағандарды құқық бұзушылықтар, қоғамға қарсы іс-әрекеттер жасауға тартатын не балаларға қатысты басқа да құқықтық іс-әрекеттер жасайтын адамдарды, сондай-ақ кәмелетке толмағандарды тәрбиелеу, оқыту және бағып күту жөніндегі өз міндеттерін орындамайтын немесе тиісінше орындамайтын, не олардың мінез-құлқына теріс әсер ететін, кәмелетке толмағандардың ата-аналары мен заңды өкілдерін, педагогтарды, тәрбиешілерді, оқу-тәрбие және кәмелетке толмағандарды қадағалауды жүзеге асыруға міндетті өзге де мекеменің басқа да қызметкерлерін анықтайды және оларды Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауапкершілікке тарту жөніндегі шараларды қолданады. Үшіншісі, кәмелетке толмағандар
жасаған немесе олардың қатысуымен жасалған қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы арыздар мен хабарламаларды белгіленген тәртіппен қарайды және оларға итермелейтін себептер мен жағдайларды жою жөнінде шаралар қолдану туралы ұсыныстар енгізеді. Олардың орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді. Төртіншісі, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды мемлекеттік мекемелерге жіберуге және кәмелетке толмағандардың қамқоршылыққа немесе қорғаншылыққа алуды рәсімдеуге жәрдемдеседі. Бесіншісі, арнаулы білім беру ұйымдарына және ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарына жіберілетін кәмелетке толмағандарға қатысты материалдарды дайындауға қатысады. Алтыншысы, пробация қызметінің есебінде тұрған кәмелетке толмағандардың өмірі салтына және мінез-құлқына бақылау жасауды қамтамасыз етеді. Жетіншісі, балаларды тәрбиелеу, оқыту және бағып күту бойынша өз міндеттемелерін орындайтын және олардың мінез-құлқына кері әсер ететін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 74 бабының тәртібімен жазасын өтеу кейінге қалдырылған сотталған әйелдерге қатысты материалдарды дайындайды. Сегізіншісі, кәмелетке толмағандардың қадағалаусыз, панасыз қалуы, құқық бұзушылықтары туралы және қоғамға жат іс-әрекеттері, оған итермелейтін себептер мен жағдайлар туралы мүдделі органдар мен мекемелерді хабардар етеді. Тоғызыншысы, кәмелетке толмағандардың олардың ата-аналарын және басқа да заңды өкілдерін құқықтық тәрбиелеуге білім беру органдарына жәрдемдеседі. Оныншысы, 18 жасқа толмаған және қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаған адамдарды оқшаулау қажет болса, арнаулы мекемелерде ұстайды. Қылмыстық жауаптылық басталатын жасқа толмаған және қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаған, сондай-ақ ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарына жіберілетін кәмелетке толмағандар сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін ата-аналарына, олардың тәрбиелеу жөніндегі міндеттемелер заңмен жүктелген қорғаншыларына, қамқоршыларына және өзге де адамдарға беріледі. 11-ші, кәмелетке толмағандардың ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарына, сондай-ақ кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарына, ішкі істер органдары қызметінің барысында ұсталған 3 жастан 18 жасқа дейінгі қадағалаусыз және панасыз қалған балаларды, сондай-ақ уақытылы орналастыру мүмкіндігі болмаған жағдайда ата-анасының немесе оларды алмастыратын адамдардың қамқорлығынсыз қалған балаларды жеткізеді. Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы президентінің және Қазақстан Республикасы үкіметінің актілеріне көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады. Кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтың, қадағалаусыз және панасыз қалудың жеке профилактикасы шараларын қолдануға мына мән-жайлардың бірі негіз болып табылады. Біріншісі, жеке және заңды тұлғалардың хабарламалары немесе өтініштері, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарламалар. Екіншісі, құқық бұзушылық жасау не жасауға әрекет ету фактісін ішкі істер органдары қызметкерлерінің тікелей анықтауы. Үшіншісі, мемлекеттік органдардан және жергілікті өзін-өзі басқару органдарынан түскен материалдар негізі болып табыла алады. Мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың қадағалаусыз және панасыз қалудың профилактикасын жүзеге асыратын ведомстволық бағыныстағы органдардың, мекемелер мен өзге де ұйымдардың қызметін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен бақылауды жүзеге асыра алады. Сондай-ақ осы заңдарды бұзуға кінәлі тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен жауапкершілікке тартылады. Осымен дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.